Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәліметтер типтері. Бүгінгі сабақта мәліметтер типтерімен танысасың. Деректер түрлерін жіктеуді үйренесің. Оқушылар, сабақты бастамас бұрын мәліметтер типтеріне анықтама берейін. Мәліметтер типі тұрақты, айнымалы және өрнектер қабылдай алатын мәндерді, олармен орындауға болатын амалдардың жиынтығын атайды. Мәліметтер типтерін екі түрге бөлеміз: қарапайым және құрама. Қарапайым мәліметтер типтеріне бүтін тип, нақты тип, кешенді және логикалық типті жатқыза аламыз. Құрама мәліметтер типтеріне массивтер, жолдар, файлдар тағы басқаларын жатқызамыз. Осы 6-шы сыныпта біз қарапайым мәліметтер типтерімен жұмыс жасаймыз. Мәліметтер типтеріне, түрлеріне тоқталайын. Бүтін тип Python программалау тілінде int деп жазылады. Бүтін типке оң және теріс бүтін сандар жатқызыламыз. Яғни үтір арқылы ажыратылмайтын бүтін сандар. Мысалы 100, 10, -500 деген сияқты сандарды мысал ретінде аламыз. Нақты тип Python'да float деп белгіленеді. Нақты типке бөлшек сандар, үтірмен ажыратылған оң, теріс сандар жатқызамыз. Мысалы 5,7 немесе 500,1045 оң және теріс сандарды алуымызға болады. Келесі символдық тип, бұл str деп белгіленеді. Символдық тип 255 символдан аспайды. Мысалы A символы, мектеп символы. Келесі тип логикалық. Python программалау тілінде bool деп белгіленеді. Бұған мысал ретінде ақиқат немесе жалған дауымызға болады. True or false. Мысалы 5 үлкен 6-дан. Бұл жағдайда false болады. 5 6-дан кіші. Есте сақтаймыз. Float нақты санға түрлендіру функциясы. Int бүтін санға түрлендіру функциясы. Оқушылар, енді бүгінгі тақырып бойынша мысал қарастырайық. Мысалы, float 29 нақты сан түрінде жазылған. Бұны қалай түрлендіреміз? 29 үтір 0 деп тұр. Бұл бізде үтір арқылы ажыраған нақты сан. Бұл жағдайда бүтін санды нақты санға түрлендіріп тұр. Келесі мысалда int 355,9 356,9-ды бүтін санға түрлендіреміз. Бұл жағдайда нақты санды бүтін санға түрлендіреді. 356,9 бүтін бөлігін алғанда 356 болып шығады. Оқушылар, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.